Ұлыбританияның ұлттық метеорологиялық қызметінің мәліметінше, осы жылы ел тарихындағы ең ыстық жаз тіркелуі мүмкін. Алдын ала статистикаға сәйкес, 1 маусымнан 10 тамызға дейін Ұлыбритания бойынша орташа температура 16,5 градус Цельсийге жуық болған. Бұл 1991-2020 жылдар аралығындағы осы кезеңнің орташа көрсеткішінен 1,88 градусқа жоғары. Сонымен қатар мәліметтерге сәйкес, өткен ай Англия мен Уэльске бақылау тарихындағы ең құрғақ шілде болған. Қазірдің өзінде Англияның 4-тен 3-не жуығы мен Уэльстің бүкіл аумағында ресми түрде құрғақшылық жарияланған. Өткен аптада Ұлыбританияның кейбір аймақтарында ауа температурасы 37 градусқа дейін көтерілуі мүмкін болғандықтан метеорологиялық қызмет сары түстен жоғары, яғни қызғылт сары деңгейдегі аптап ыстық туралы ескерту жариялаған. Батыс Еуропа осы аптадағы тағы бір аптап ыстыққа дайындалып жатыр. Еуропа әлемдегі ең жылдам жылып жатқан құрлық. Мұнда температура жаһандық орташа көрсеткіштен шамамен 2 есе жылдам өсіп келеді. Осы жаздағы рекордтық температура Еуропа аумағының 38%-ның құрғақшылыққа ұшырауына әкелді.